Бүгін біз сендермен жалпы 46-шы параграф тақырып «Что такое цивилизация» деген тақырыпты өтеміз. Жалпы цивилизация дегеніміз қоғамның дамуы, экономикалық жағынан, рухани, мәдени жағынан, дамуы. Мысалы, жалпы тас дәуірін алатын болсақ, ол кезде адамдар жалпы ешнәрсе білмейтін. Сол кездегі қоғамдағы адамдардың даму деңгейі, жоғары деңгейі, олар біртіндеп от жағуды үйренді, аң аулауды үйренді, қорғануды үйренді. Міне ол кездегі қоғамның дамуы деңгейі жоғары сол көрсеткіште болды. Одан кейін мысалы жалпы қазақтар, сендер білесіңдер, киіз үйде тұратын, міне сол кездегі қоғамдағы адамдар біртіндеп дами келе, олар не істеді? Кірпіштен үйді салуды үйренді. Мысалы, қазіргі заманауи ғасырда, заманауи кезде тұрып жатырмыз. Біздің цивилизациямыздың даму деңгейі қай жерге дейін көтерілді? Мысалы, ғарышқа адамдар ұшты, біз робот жасай білдік. Сол сияқты көптеген біздің әртүрлі жаңалықтарды ашып жатырмыз, көптеген нәрселерді ойлап тауып жатырмыз. Бұрын сонды болмаған. Міне біздің қоғамның даму деңгейі осындай. Көріп отырсыңдар, өздерінде әр ғасырға байланысты адам өте жоғары сатыда не істеп жатыр? Дамып жатыр. Енді бізде негізгі тақырып жалпы наречие. Бұл тақырыпта біз наречие жалпы мағынасына қарай 6-ға бөлінеді. Бірінші ол образа действия. Сұрағы каким образом? Наречием, например, хорошо, плохо, по-дружески, по-весеннему, вдруг. Как? Вдруг. Как по-русски, как быстро, медленно, Енді екіншісі место. Бұл жалпы оңай. Где, куда, откуда. Например, там, налево, прямо, везде, сюда, здесь, далеко, справа, внизу, вниз, наверху, вверху, издали, близко. Түсінікті, Бұл жалпы оңай. Ары қарай время, уақыт. Бұл да оңай, Когда, с каких пор, до каких пор. Қашан, қай уақытқа дейін, Например, давно, бұрын, рано, ерте, сегодня, накануне, весной, ночью, допоздна, кешке дейін, никогда, ешқашан, тогда, сол кезде, всегда, әрдайым, сейчас, утром, теперь. Түсінікті ғой, Мера и степень. Сколько, қанша, во сколько, нешеде, насколько, қашанға дейін, в какой степени, в какой мере. Түсінікті ғой, Очень много, например, Немного, чересчур, өте көп, совсем, еле, вдвое, слишком, пополам. Сонымен қатар причина. Причина жалпы себеп, Почему, от чего, зачем, с какой целью. Например, сделать нарочно, әдейі істеу. Обидеть, ренжітіп алу. Тағы да. Сказать по неволе, еріксіз айту. Наступить на зло, әдейіге басу. Түсінікті ғой, бұл жалпы мақсат. Енді сендерге жалпы тірек сызбамен бір көрсетіп жіберейін, Мұны мен көрсетіп тұрғанда жалпы таблицада наречияның 6 түрі бар, Образа действий, каким образом деген сұраққа жауап береді. Меры и степени, сколько, во сколько, насколько, в какой степени. Место, где, куда, откуда. Время, когда, как долго. Причина, себеп, почему, по какой причине, от чего. Цель, мақсат. Зачем, для чего, с какой целью. Түсінікті ғой, Жалпы осы. Енді сендерге тағы да кітап бойынша жұмыс жасайық. Жалпы наречияның жазылу ережесі бар. Енді солымен танысайық.
не с наречиями на о и е пишется слитно, если слово без не употребляется, яғни несіз сөздер қолданылмаса, онда ол бірге жазылады. Если наречие с не может быть заменено синонимом, яғни наречие синониммен ауысу мүмкіндігі бар болса, онда бірге жазылады. Мысалы, нелепо, ол бірге жазылады, потому что несіз, несіз, лепо деген сөз қолданылмайды. Лепо деген сөз вообще орыс тілінде жоқ. Сондықтан ол лепо деген мағынасы жоқ сөз болғандықтан не екеуі бірге жазылады. Сөйтіп, нелепо деп қолданылады. Енді поступил нехорошо. Нехорошо дегеніміз бізде поступил как? Нехорошо. Бұл жерде синониммен ауыстыру мүмкіндігі бар. Сондықтан оны бірге жазамыз. Түсінікті ғой? Егер синониммен ауыстыру мүмкіндігі бар болса, нехорошо, плохо екеуін нені бірге жазамыз, яғни қосып жазамыз. Ары қарай, не с наречиями на о или е пишется раздельно. Енді қай кезде о мен е мен аяқталған сөздер бөлек жазылады. Если в предложении есть противопоставление с союзом а, яғни союз а мен келетін болса, онда бөлек жазылады. Если к наречию относится слово далеко не, вовсе не, совсем не, ничуть не, насколько не деген сияқты екі сөзден құралған болса, онда ол бөлек жазылады. Например, недалеко, а близко. Яғни а деген бізде не? Союз. Недалеко, а близко. Яғни а союз қолданылатын болса, онда не жаңағы наречиямен бөлек жазылады. Түсінікті ғой? Енді келесі ол мысалы нисколько не страшно. Яғни екі сөзбен не істеп тұр? Қолданып тұр мына. Жерде де ережеде де бар. Нисколько не. Яғни осы екеуі кездессе, онда бөлек жазылады. Түсінікті ғой? Сонымен қатар мына жерде тағы ережесі бар. Тағы бір қарап шығайық. Небрежно пишу слитно. Яғни небрежно деген сөзді бірге жазам, так как слово без не употребляется. Яғни несіз сөз қолданылмайды. Брежно деген сөз жоқ. Небрежно деген сөз бар. Сондықтан екеуі не істейді? Бірге жазылады. Недалеко живу, пишу недалеко слитно. Бірге жазылады недалеко деген, так как это слово можно заменить синонимом близко, яғни бұл сөзді синониммен алмастыруға болады, сондықтан оны бірге жазамыз. Түсінікті ғой? Так, недалеко, а близко живу, пишу недалеко раздельно. Недалеко бұл жерде бөлек жазылады, потому что алдында а союзы бар. Түсінікті ғой? Жалпы ереже осы. Енді қазір сіздерге жалпы тапсырма беремін. Енді мына өздерінің кітаптарында көріп тұрсыңдар, 12-ші бетте тапсырма тұр. Мына жақшаның ішіндегі нені қалай жазамыз? Бірге немесе бөлек. Осы ережеге сүйеніп, осыны істейміз, орындап шығамыз. Және де осыны таблицаға бөлеміз. Время, место, направление. Яғни когда деген сұраққа, где деген сұраққа, куда, откуда. Осы таблицаға осы сөздерді бөліп жазамыз. Түсінікті ғой? Рядом. Где? Рядом. Яғни местаны көрсетіп тұр. Түсінікті ғой? Осыны орындап шығамыз.